Сәлеметсіздер ме, құрметті студенттер? Сіздермен Саржал техникалық колледжінің физика пәнінің мұғалімі Сәрсенбекова Оразхан Дәулетбаевна. Бүгінгі өтетін сабағымыздың тақырыбы тізбекті ядролық реакциялар. Сабақтың мақсаты студенттерге тізбекті ядролық реакция туралы мағлұмат беру, өз бетімен ғылыми ой қорытындыларын жасай білуге дағдыландыру. Күтілетін нәтиже тізбекті ядролық реакциялар жайлы мағлұмат алады. Ядроларды бөлу дегеніміз, ядроны нейтрондармен атқылау арқылы ірі жарықшақтарға ажыратуды айтады. Ядролық ыдырату ядролардың өздігінен бөлінуі, ол табиғи процесс. Айырмашылықтары: табиғи процесс белгілі бір заңдылыққа бағынады, ал бөліну бұл заңдылықтарға бағынбайды. Ядро бөлінгенде нәтижесінде нейтрон босап шығады. Ядро ыдырағанда нәтижесінде нейтрон босап шықпайды. 1938 жылы неміс ғалымдары Гам мен Штарцмен тәжірибе жүзінде уран ядросының нейтрондарын атқылап бөлінетіндігін дәлелдеді. Ядролар ауыр және жеңіл болып бөлінеді. Ауыр ядроларға уран, плутоний тағы басқалар жатады, ал жеңіл ядроларға сутегі, гелий тағы басқалар жатады. Бөліну барысында қозған ядро ірі жарықшақтармен қатар қосымша 2 немесе 3 нейтрон шығарады. Бұл нейтрондар ядролардың бөліну реакциясын жалғастырады. Нәтижесінде тізбекті реакция пайда болады. Тізбекті ядролық реакцияде белгілі ядролық реакция келесі дәл осындай реакцияны туғызатын процесті айтады. Ядролық тізбекті реакциялар жүру үшін нейтрондармен бөлінетін элементтер қажет. Ондай элементтердің бірі уран. Табиғи уранның 3 түрі бар. 92-де 238 уран, 92-де 235 уран және 92-де 234 уран. Соның ішінде тек 92-де 235 уран нейтрондармен бөлінеді. 92-де 235 уран жылдам және баяу нейтрондармен бөлінеді. Тізбекті ядролық реакциялар жүреді. 92-де 238 уран энергиясы 1 мегабайттан жоғары нейтрондармен бөлінеді. Тізбекті ядролық реакция жүрмейді. Туынды нейтрондардың қатысуымен ядролардың тасқынды жарылуы тізбекті ядролық реакция деп аталады. Нейтрондардың көбею қарқындылығын сипаттайтын шаманы көбею коэффициенті деп атайды. Нейтрондардың көбею коэффициенті деп нейтрондардың кез келген бір буындағы санының алдыңғы буындағы санына қатынасын айтады. Яғни К тең болады N1 бөлінген Ni азайтылған 1-ге. Егер К 1-ге тең болса, онда нейтрондар саны уақыт өтуімен өзгермей, тізбекті реакция тұрақты бір қалыпты өтеді. Егер К кіші 1-ден болатын болса, тізбекті реакцияның қарқыны өте тез өсіп, ядролық қопарылыс болады. Егер К үлкен 1 болса, нейтрондардың саны уақытқа байланысты азайып, тізбекті реакция жүрмейді. Тізбекті бөліну реакциясы тұрақты қамтамасыз ететін бөлінетін заттың ең аз массасын сандық масса деп атайды. Ауыр ядролардың тізбекті бөлінуі, туынды нейтрондардың қатысуымен ядролардың тасқынды жарылуы тізбекті ядролық реакциялар деп атайды. Осымен бүгінгі сабағымыз жайлы азғантай түсінік бердім. Ендеше үйге тапсырма берейін. Бірінші, тізбекті бөлу реакциясы қалай жүзеге асады? Ядролық реакция жүру үшін бөлінетін элементтер. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.